Мен алдында көшеде өзіммен өзім кетіп баратсам, маған қарама-қарсы бір тәте келе жатыр екен да, баласымен. Баласы жылап келе жатыр, қой мынандай қырсығып ше. Маған қарай жақындап қалды да екеуі. Бір кезде тәте айтады да баласына, типа жа болсын да қазір деген жылағанды қоймасаң, мен сені орыс апаға беріп жіберемін дейді. Сосын мен мән бермей қоймаймын, мен өзім қазақпын ғой, бүйтіп өзімді мен орыспын деп ойламайсың да. Сосын ана баланың екі көзі менде де тоқтап қалып, көзі банкі сразу жылағанын қоя салған ғой. Сосын мен түсінбей қалдым. Жан жағыма қараймын, может орыс апа бар шығар десем, ешкім жоқ қой жан жағымда. Өзім деген ё-моё деп, мен айтып тұрма деп стресске түсіп, мен деген вроде бы мен ондай страшный емеспін ше, андай бір ведьма сияқты емеспін ше, андай бүйтіп көрсетіп нұқып көрсететіндей, еще мен орыс емеспін деп жылағым келіп үйге. Мен де сары болсам сөйтіп қорқыту керек па деп. Еще мен садикте жұмыс істедім ғой, сол садикте де басқа топтың апайы сөйтіп қорқытады екен, типа шулай бермеңдер, қазір сендерді анау орыс апайдың тобына беріп жіберемін деп ше. Деген стресске түсіп кеткенсің ғой. Вообще өйтіп балдарды қорқыту дұрыс емес, бүйтіп мына тәтеге беріп жіберемін или кітайынан ше. Мен өзім орыстардан қорқамын, вот шын айтамын. Мен енді бұл жерде бөлініп жатқан жоқпын, расизм бірдеңе деп, бірақ өзіме орыстардан страшно қорқамын. Анандай жерден көрсем, бүйтіп айналып жүресің ғой. Сондай да, андай обидно екен да. Өйтіп қорқытпай ақ қойған дұрыс деп ойлаймын. Бабайға беріп жіберемін деңіздер, білмеймін. В общем, сол сияқты қорқыту ойлап табуға болады ғой. Мен сияқты жас қызды көрсетіп, орыс апаға беріп жіберемін демей. Стресс болып әлі жүрмін. Үйге келіп ішіп кеттім десең ба, айтам. В общем, сол өйтіп қорқытпаңыздар, а то деген скоро менен бала қашатын шығар, натурмен де қоямын.